Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен ерекше десерттің рецептімен бөлісемін. Бұл штрудель деп аталатын десерт. Дәмі өте керемет, жасалу жолы да оп-оңай. Тек қана алма болса жеткілікті. Балмұздақпен бірге ұсынсаңыздар, ерекше үйлесім беріп, дастарханыңыздың сәнін ашатыны сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетіңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамыр илейміз. Електен өткізілген ұнның үстінен 100 грамм су құямыз. Салқын су құямыз. 1 жұмыртқа саламыз. 3 ас қасық сұйық май құямыз. Шым-шым тұз салып, қолымызбен қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді осыны целлофан пакетке салып, 10 минутқа демалдырып қоямыз. Алмаларымыздың қабығын ашып, кішкентай жіңішкелетіп керіп шығамыз. Туралған алмамыздың үстінен 4 ас қасық қант салып шығамыз. Тәттіні ұнатсаңыз, көбірек қосуға болады. 1 шай қасық даршын қосамыз. Мейіз қосамыз. Жақсылап жуып аламыз. Және 100 грамм ұнтақталған грек жаңғағын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырдық. Енді бір шетке алып тұрамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Үстелге ұн сеуіп отырып, қамырымызды барынша жұқа етіп жаямыз. Төртбұрыштілеп немесе сопақша етіп жаямыз. Қамырымызды төртбұрыштеп жайып алдым. Осы тестадан мен 2 рулет шығарамын. Үстінен ертілген сары майымызды барлық жеріне жағып шығамыз. Енді алмамызды салып шығамыз. Бірінші жартысына салып орап аламын. Енді рулетті ораймыз. Тығыз етіп ораймыз. 2 жанынан және мына шетінен алып қалдым.
екі шетін бекітеміз, себебі піскен кезде сиробы бөлініп кетуі мүмкін. Осылай толық орап кесеміз. Кесілген жері астында қалу керек, сонда ашылып кетпейді. Енді осылай противеньге орналастырамыз. Енді бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз және қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Екі штрудельге де дәл осылай жағып пісіріп алатын боламыз қызарғанша. Біздің штрудель пештен пісіп шықты. Енді кесіп шығамыз. Есі өте керемет. Негізі суығанын күтіп кесу керек. Мен бірақ ыстықта кесіп жатырмын. Арасы толық пісіп шығады. Қалауынша үстінен қант ұнтағын сеуіп дастарханға ұсынуға болады. Алма мен корица біріккенде өте керемет иіс шығады. Осымен достар, біздің десертіміз дайын. Дәмі өте керемет болып шығады, әрі тез дайындалады. Дәл менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Достарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Және де менің арнамда бұдан да бөлек өте керемет торттардың, тәттілердің, десерттердің рецептін таба аласыздар. Жаңадан видео салғанда жоғалтып алмау үшін менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісемін. Сау сәлеметте болыңыздар.